Армысыздар, құрметті көрермендер. Бүгін шайдың пайдасы мен зиянын талқылаймыз. Шай таңғы сергіту немесе кешкі тыныштық. Кейбіреулер үшін бұл күнделікті рәсім. Шайдың тарихы Қытайдан басталады. Одан Жапонияға, Үндістанға, Орталық Азияға тарады. Аңыз бойынша, Бөрнізідей 2-700 шамасында Шэнь Нун алғаш шай ішкен. Қазақстанда шай дастарқан мәдениетінің бір бөлігі. Шай құрамында бірнеше пайдалы зат бар. Катехиндер мен полифенолдар, күшті антиоксиданттар. Кофеин сергітеді, ойлау қабілетін жақсартады. Алайда, оның шамадан тыс болуы зиян. Л-теанин жүйкені тыныштандырады. Фтор тіс саулығына пайдалы. Зерттеулер шай жүрек қан тамырлары ауруларының қаупін азайтады дейді. Бұл қан айналымды жақсартады. Шай иммунитетті көтеруге көмектеседі. Ми жұмысын белсендіреді, стрессті азайтады. Шай артық салмақтан сақтауға көмектеседі. Жасыл шай метаболизмді жылдамдатады. Артық кофеин ұйқысыздық пен жүрек қағысыздыққа әкелуі мүмкін. Жүрек қағысы жиілеуі мүмкін. Шай асқазан қышқылдығын арттыруы мүмкін. Шай темір сіңуін тежейді. Анемиясы барларға абай болу керек. Тым ыстық шай өңешке зиян келтіруі мүмкін. ДДС тым ыстық шайды қауіп ретінде атап көрсеткен. Қара шай ең кең тараған сергітетін түр. Жасыл шай антиоксиданттарға бай. Ақ шай ең жұмсақ, жүйкеге жақсы әсер етеді. Шөп шайы ас қорыту мен тыныс жолдарына пайдалы. Шайды орташа жылы ішкен дұрыс, өте ыстық емес. Isынылған температура, ыстық емес, жай ғана жылы. Тамақтан кейін бірден емес 30 минуттан соң ішкен дұрыс. Күніне 3-4 кеседен артық ішпеу ұсынылады. Қантты азайтып, бал немесе лимон мен ішу пайдалырақ. Қазақстанда шай қонақ күту дәстүрінің басты белгісі. Сонымен шай дұрыс мөлшерде пайдалы. Шектен тыс ішу зиян. Ең бастысы тепе-теңдік. Лайықты мөлшерде ішіңіз.